Достар, бәріміз YouTube қолданамыз, солай емес пе? Біздің барлығымыз YouTube'қа кіріп, музыка, кино, тағы басқа нәрселер көріп ақтарып отыратын боламыз. Сол YouTube'ты көбіне музыка естігенде, немесе хадис естіген кезімізде телефонның экранын өшіріп қойып, бірақ YouTube'тың өзін тыңдап жүргіміз келеді. Әлбетте YouTube қанша көп, экран қанша көп қосулы болса, сонша көп зарядты жейді деген сөз. Оның жолы бар. Ол үшін бізге тек қана Redmi телефоны және каналға лайк, каналға подписка, видеоға лайк бассаңыздар, және настройкаға кіріп, настройканың ішінен особые возможности дегенге өтеміз, және инструмент для видеоға кіреміз. Дәл осы жерден приложение для видео дегенге кірсек, бізге ұзын-асан программалар шығарып береді. Осылардың барлығына птичка қойып шықсаңыздар болады. Дегенмен бізге ең керектісін қойып шыққан дұрыс. TikTok, Mi Video, бұлар екеуі автоматты түрде қойылады. Дәл осы приложение ішінен өзіңіз ақтарып, YouTube деген тауып птичка қоясыздар. Птичка қойылғаннан кейін төбеге шығады. Және YouTube'қа кіреміз. YouTube'қа кіргеннен кейін кез келген видеоны таңдағаннан кейін, видео қосылғаннан кейін, мына шетте қарасаңыздар аппақ болып шыға келеді. Міне, осыны тартсаңыздар былай, бізде қатарынан былай программалар ашылатын болады. Осы жерден мінекей мына құлақтың шыққан суретін үстін бассаңыздар, телефоныңыздың экраны өшеді, бірақ YouTube'тың ішінде қосылып қойған видеоңыз айлана беретін болады. Яғни оқи беретін болады. Музыка қойсаңыз, музыкаңыз айтып кете береді, тек телефонның экраны өшеді. Яғни телефоныңыздың қуаты біршама ұзақ уақытқа жететін болады, достар. Каналға лайк, подписка басып кетіңіздер. Тағы нені білгіңіз келеді, видеоға, комментарийға жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын, достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.